Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Асем, және бұл канал менің сүйікті хоббиім қолөнерге, тоқымаға арналған. Және де бұл влогта мен өзімнің дайын болған процестеріммен және де тоқып жатқан процестеріммен бөлісетін боламын. Негізі каналға ең алғашқы влогты мен ақпан айында салған болатынмын. Ақпан айынан бері мен біраз бұйымдар тоқыдым. Сонымен сіздермен бөліскім келіп отыр, және де процестерім де бар тоқу үстіндегі. Соларды да көрсететін боламын. Негізі ақпан айынан бері мен біраз видео түсіруге тырыстым, бірақ шабытым болмағандықтан ба, білмеймін, мүмкін идеальный момент күтіп жүрдім ба, әйтеуір түсіріп монтаждамай солай қалдырып кеткен видеоларым көп. Сондықтан бүгін дәл қазір видео түсіремін деп шештім де, сразу бірден камераны қостым. И осылай еш дайындықсыз осылай сіздердің алдарыңызға шығып отырмын. Бұндай формат мен үшін в первый раз дейін, яғни бірінші рет түсіріп тұрмын бұндай форматты. Сол үшін кішкене қобалжып отырмын. Айып етпеңіздер. Және мен қазір дайын болған процестермен көрсетіп бастаймын. Және бұл жерде мен 2 жемпір тоқыдым. Ақпан айынан бері екеуінде негізі чемоданға қыстық киімдерді жинап салып қойған болатынмын, бірақ видео түсіремін деп шешкеннен кейін жаңа екеуінде шығардым. Кішкене қыржым, үтіктеген де жоқпын, ештеңе жасаған жоқпын, бірден алып шықтым, бірақ мен осы жерге фотоларын қоятын боламын, дайын болған кезде түсірген. Бірінші бұл менде осындай ою өрнекті жемпір. Бұл менің ең алғаш тоқыған жемпірім. Мен үшін өте ыстық, себебі мен бірінші рет жемпір тоқыдым, және бірінші рет осындай ою өрнектерді тоқып үйрендім. Маған қатты ұнады. Бұл жемпірді мен дайын мастер-класс бойынша, описание бойынша тоқыдым. Егер мастер-класс қажет болса, сілтемесін описанияға қалдырып кетемін видеоның астына. Бірақ ол орысша мастер-класс. Көбінесе мен орыс қыздарының мастер-класстарын көп сатып аламын, себебі әлі қазақ тіліндегі әдемі маған ұнайтын мастер-класстарды кездестірген жоқпын. Бәлкім бар шығар, мен бірақ әлі кездестірген жоқпын. Сондықтан осындай орыс тілдегі мастер-класстарды жиі аламын. Бұл жемпірді тоқыған жібім жайлы айтатын болсам, мен оны алдыңғы влогта көрсеткен болатынмын. Егер ол влог қызық болса, мен осы жерде подсказкаға қалдырып кетемін. Және ол жіп 100% меринос, кардный меринос деп аталады. 750 метр 100 граммда, қателеспесем. Маған жіп қатты ұнады. Жіпті жуғанға дейін және жуғаннан кейін екеуінің айырмашылығы өте үлкен. Және сол себепті де мен кішкене қателік жасап қойған сияқтымын, себебі мен бұл жемпірді тоқып болғаннан кейін жалпы қолмен жумай бірден стиральный машинаға салдым, кір жуу машинасына, и жуып болғаннан кейін мен вообще кішкене разочарование болып қалды менде. Себебі бұл жемпірдің ұзындығы негізі 71 сантиметр болу қажет болған. Алайда бұның ұзындығы, бұл жемпірдің ұзындығы 60 сантиметр, қателеспесем, 61 болу керек. Яғни 10 сантиметрге қысқарып қалды. Бірақ маған сонда да ұнайды бұл жемпір, қатты ұнайды, өзіме ыстық. Және алдағы сезонда өзіме тағы да біреуін болса да тоқып аламын деп ниет етіп отырмын. Жалпы бұл жемпірдің мастер-классы маған қатты ұнады. Екінші жемпірім бұл да менің алғашқы жаккард техникасын үйренуім, қолдануым. Бұл лапапейса деп аталады бұл жемпір, яғни осындай, қалай айтады бұны, кокетка дейді ғой, мана круглая кокетка осы жерде.
жаккард техникасында осындай ою өрнектер орындалған. Бұл да менің алғашқы жаккард техникасын қолдануым. Маған қатты ұнады. Егер жаккард техникасы сізге қызық болып жүрсе, мен сіздерге кеңесім осындай тек екі түс қана қолданылатын жаккард техникасын сол техникадан бастап көріңіз. Ол оңай, чем көп түспен тоқығаннан гөрі осындай екі түрлі түспен тоқыған оңайырақ. Бұл да дайын мастер-класс орыс тілінде. Маған мастер-класс ұнады, жеңіл, бірақ мен тағы да былай айтқанда, білмеймін, тығыздығым өзгерді ма тоқу барысында. Бұл жемпірде мен қалағандай ұзындықта шыққан жоқ, және де жіпті мен тым бос тоқыдым ба, білмеймін. Көріп тұрғандарыңыздай, мойынның горловинасы онша ұстамайды. Енді бұл маған қатты не емес, критичный емес, себебі мен бәрібір бұл жерде менің кішкене орамалым тұрады. Бірақ осы жеріндегі аяқ жағындағы резинка ұнамайды маған. Резинканы көріп тұрғандарыңыздай, бұл жіп резинканы ұстамайды ма, білмеймін, бірақ мен олай қалдырмайын деп шештім. Резинкасын сөгіп, тағы да бір оң қатар лицевой гладь тоқимын, яғни ұзартамын оң қатарға, содан кейін қайтадан резинкасын тоқитын боламын, бірақ өте кішкентай спица размерімен тоқитын шығармын, себебі мен бұл жерде основной полотноны мен 4,5-мен тоқыдым. 4,5 миллиметрлі спицамен тоқыдым. Резинканы 3,5 миллиметрлі спицамен тоқыдым. Енді егер сөгетін болсам, онда мен 3 миллиметрлі спицамен тоқимын деп отырмын резинкасын. Қолында да тоже самое. То же самое. Қолында енді более-менее кішкене нормально, бірақ сонда да сөгіп, қайттан басынан тоқимын деп ойлап отырмын. Жалпы маған бұл жемпір қатты ұнады. Жіпке келетін болсам, жіп бобинный жіп, бобинная пряжа, твидовая пряжа деп аталады. Метражын осы видеода жазып қоятын боламын. Және одан кейін мен Инстаграмнан бір совместник көріп қалдым. Жазғы летний косынкаға, қазір тренд болып жатқан. Және көрдім да бірден ұнаттым. Совместник деген ол бірнеше адамдардың бір группада жиналып, бір бұйымды бірге тоқуы. Солай совместникке қатысатын болып шештім, жіпті заказ бердім, және де менде осындай косынка дайын болды. Қазір трендте болып жатқан косынка. Жалпы тренд болып жатыр ғой, қазір осылай басқа ретінде кию деген сияқты, немесе бірден басқа да киюге болады. Мен осында сурет қойып қоям, өзімнің қызыма қалай тұрғанын түсірген. Өте ерекше, узоры да ерекше, бір-біріне жаңа жалғап тоқу техникасы да өте ерекше. Мен бұған дейін квадраттармен тоқып көргенмін, бірақ ол жерде бір-біріне бетіп қосқан жерлері айқын көрініп тұрады, анық көрініп тұрады, и ол әдемі, бірақ бәрібір кішкене грубылау көріне ма, мен үшін, білмеймін, мен үшін солай. Ал бұл жерде прям қалай айтсам екен, бір ретпен бір-біріне жалғанып тоқылады, бірден, бір уақытта, бөлек-бөлек емес, бірден жалғанып тоқылады. Сонысы маған қатты ұнады. Сол себептен бұл өте нәзік көрінеді, жеңіл, нәзік. Енді өзіме қатты ұнады. Бұл менің екінші тоқыған косынкам, ал мынау бірінші тоқыған косынкам. Екеуі де бір жіппен тоқылған,
тек айырмашылығы бұл жуылған, точнее жуылмаған бұл. Ал мынау косынка жуылған. Жуылған косынка жұмсақ сондай, және көріп тұрғандарыңыздай мынандай қалай төгіліп тұрған сияқты, иә. Ал жуылмаған ол сәл кішкене, сәл ғана қаттылау. Бұл айтпақшы 100% зығырдан тоқылған, яғни леннан тоқылған. Мен леннан бірінші рет тоқып көрдім. Мен былай қарап отырсам, әр процесте менде бірінші рет деген нәрсе бар екен. Бұл жерде бірінші рет жемпір узор тоқыдым, бұл жерде бірінші рет жаккард техникасын қолдандым, иә. Бұл жерде мен бірінші рет зығырдан тоқыдым. Жалпы маған қатты ұнады. Бұл косынканың авторы Гүлжан ханым, инстаграмы таунит. Егер қызық болса, мен сіздерге описанияға ол кісінің инстаграмын қалдырып кететін боламын. Жалпы маған ол кісінің тоқитын бұйымдары өте қатты ұнайды. Бұл жалпы енді Гүлжан ханыммен тоқыған алғашқы бұйымым. Енді бұл бұйымды бітіргеннен кейін біз екінші бұйымға көштік. Ол менде тадам, осындай панама. Бұл панама әлі жібін жасырған жоқпын ішінде. Бұл панама рафия жібінен тоқылған, қателеспесем. Пальма ағашынан жасалған жіп па, анығын білмеймін, сондай, в общем, өте маған ұнады. Маған тоқу барысында жіп қатты ұнады. Бір андай, қалай айтсам екен, табиғи, өте білмеймін, бір ағаштан тоқып отқан сияқтымын ба, әлде бір сондай бір сезім берді маған. Панаманы тоқуға бір 2-3 күн уақытым кетті. Бірақ бұл жерде де мен де бірінші рет рафияны тоқып көрдім, рафия жібінен. Бізде Қарағандыда күн енді ысып келе жатыр, 25-30 градус болып. Дәл керек уақытында тоқыдым деп ойлаймын осы панаманы. Мына жібін сіздерге специально көрсету үшін жасырған жоқпын, себебі менде басқа жіп қалған жоқ. Негізі бір моток рафия жібінен бір панама тоқуға болады, және де тағы да жіп қалады. Мен ол жіптен тағы бір зат тоқыдым, қазір көрсететін боламын. Сол себеп сіздерге көрсеткім келді осы рафия жібі қандай болатынын. Егер араларыңызда тоқып көргендеріңіз болса, комментарийде қалдырып кетіңіздер. Қалай сіздерге рафия жібі ұнады ма, рафия жібінен тоқу ұнады ма, қандай бұйым тоқыдыңыздар? Маған өте қызық, себебі мен алдағы уақытта тағы да тоқығым келеді. Өйткені жаңа айтып өткенімдей, тоқу барысында бір табиғи ағаштан, бір сондай бір табиғи материалдан тоқылып жатқан сияқты сезім маған өте қатты ұнады. Так, бұл менің тағы дайын болған процессім. Келесі менің дайын болған процессім ол қазір. Ол осындай брелок. Тадам. Қазір шешіп көрсетейін сіздерге. Тадам. Осындай брелок. Рафия жібінен тоқылған, яғни панамадан қалған жіптен тоқыдым. Бұл брелок мен үлкен бір реакция тудырады деп ойлаған жоқпын. Менде инстаграм жоқ, бірақ мен ватсапқа статусқа салған кезде өте көп реакция келді, бірден келді осы брелокқа. Жалпы маған өзіме де қатты ұнады. Мастер-классын описанияға қалдырып кетемін. Ол кәріс тілінде, бірақ ол жерде перевод жоқ, яғни аудармасы жоқ. Бірақ маған ол қажет болған жоқ, себебі видеода ол қыз бәрін жақсы түсіндірген, және де ол жерде схемасы да көрсетілген, сондықтан маған мүлдем қиындық тудырған жоқ оны тоқу. Осындай әдебі қазір осындай брелоктарды қателеспесем сумкаға тағу тренд болып жатқан сияқты. Сондықтан жалпы мен тренд дегенге өте қатты былай
кызыга бермейм. Маған унаса, мен ол тренд па, тренд эмес па, оған карамайм. Сол себептен жалпы маған өте қатты ұнады көрген кезімде. Содан кейін бірден тоқыдым. Как раз менде Панамадан қалған жіп болды. Вот, сондықтан сіздерге де ұнаса тоқуға кеңес беремін. Бұл менің қателеспесем дайын болған процесстерім бітті ғой деймін. Тағы да біреу бар. Ол осындай нәски шұлық жолдасыма арналған. Әзірге бұның тек бір жұбы ғана бітті. Екінші жұбы процесс үстінде, тоқу үстінде, бірақ білмеймін, қыстық жүн нәски болғандықтан ба, мен ол процессті қазір тоқығым келіп жатқан жоқ мүлдем. Сондықтан жұмыс орнымның үстіне қойып қойдым. Кейде арасында бір-екі қатар тоқып отырмын. Бұл нәскиді мен Alize Superwash Comfort Socks жібінен тоқыдым. Бұл жерде 42-ші размерге тоқып жатырмын. Нәскиді негізі нәскидің ұшынан отмыстка тоқыдым, және де пяткасында пятка от скуки деген тоқу техникасын қолдандым. Ол қандай техника десеңіздер, бұл жерде узор әдемі сақталу үшін қолданылатын техника. Маған ұнады, бірақ как будто білмеймін, мына осы аралық тым үлкен болып кеткен секілді ма, маған білмеймін, солай көрінді. Бірақ жолдасымның аяғына дәл тура келіп тұр. Сондықтан мүмкін мен 42-ші размерге, жалпы үлкен размерге бірінші рет тоқып отырмын. Сондықтан содан болар, бәлкім маған тым үлкен болып көрініп жатқаны, білмеймін енді. Нақтысын білмеймін, бірақ жолдасыма дәл келіп тұр. Сондықтан екінші жұбын тез тоқып бітірсем жақсы болар еді, потому что ол менің былай ойымда энергиямды алып жүрді. Тоқып бітіру керек деп, бірақ мен басқа процесстерге, басқа бұйымдарға қызығып, соларды тоқып кетіп жатырмын. Бұл жай бұрышта қалып кетіп жатыр бұл нәски. Келесі менің процессім, дайын болған бұйымдар бітті. Келесі процесс ол менде осындай сумка, полиэфирді шнурдан. Сумка дегенде шоппер деп аталу керек сияқты. Осында суретін қоям. Бұл жерде полиэфирді шнурдан тоқып жатырмын. Бұл сумканы мен сыйлыққа тоқып жатырмын. Қазір бұл процесс менде кішкене тоқтап тұр, себебі бір моток қана жіп алған едім, 500 метр. Ол жетуі керек болған, бірақ менің расчетым бойынша қарасам жетпейтін сияқты. Сондықтан мен екінші моток жіпті тапсырыс бердім. Және дәл осындай түс бүкіл ешқандай маркетплейстан таппадым дәл осы түсті. Сондықтан дәл осы жіптің бірақ сәл басқаша түсін тапсырыс бердім. Яғни полоска ретінде тоқитын боламын. Бұл сумканы дайын болған кезде мен келесі влогта көрсетемін деп ойлаймын. Себебі бұл влогты салғанша мен бұл сумканы тоқып бітіріп үлгермейтін сияқтымын. Бұл сумканы да мен дайын мастер-класспен, сатып алған мастер-класспен тоқып жатырмын. Егер қажет болса, бұл мастер-классқа ссылканы, сілтемені тоже описанияға қалдырып кетемін. Келесі менің процессім ол осындай. Осы жіпке қарасам, білмеймін, маған бір винтаж стилін есіме салады. Осы түс негізі, жіп емес, түс. Бұл менде қазір процессте жилет. Жилет на завязках деп аталады. Яғни алды, арты бар, және осы жерінде завязкасы болады. Бұл жилетті де мен сыйлыққа тоқып жатырмын. Қашан дайын болатыны белгісіз. Дайын болған кезде келесі влогта көрсетемін деп ойлаймын.
жалпы мен барлық өзімнің дайын болған процесстеріммен және де тоқу үстіндегі процесстеріммен бөлісіп болдым. Сіздерге ұнады деп үміттенемін. Сіздердің пікірлеріңізді күтемін комментарийде. Қолдауларыңызды күтемін әрине. Маған ол өте маңызды. Және бұндай форматтағы видеоларды түсірудегі мақсатым менің жалпы өзіме сондай қолөнер жайлы, тоқыма жайлы сөйлесетін, араласатын комьюнити дейді ғой. Сондай орта қалаймын, себебі мен негізі бала кезінен тоқимын, бірақ менің бір құрбым, бір танысым жоқ. Именно осы тоқымамен айналысатын, өзіме сондай орта қалаймын, чтобы бір-бірімізбен осы тоқыма жайлы сөйлесетін, қолөнер жайлы сөйлесетін орта қалағандықтан осындай форматтағы видеоларды түсіріп жүрмін. Жалпы бұл менің әрине екінші видеом, бірақ алдағы уақытта сіздерден кері байланыстар болса, бәлкім болмаса да түсіре беретін шығармын, себебі маған бұл процесс маған өте ұнайды. Сондықтан YouTube арнамда бөлісіп отырамын деп ниет етіп отырмын. Және кеше мен чемодандарымды ақтарып отырып, жаздық киімдерді шығарып жатқан кезде өзімнің жаздық тоқылған сумкаларымды таптым. Олар жайлы мен мүлдем ұмытып кетіппін. Және де оларды мен алдыңғы бір жыл алдын тоққан болатынмын. Қазір сіздерге жаздық тоқылған сумкалармен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл сумка негізі жақында тоқылған. Алдыңғы блогта бұл сумканы көрсеткен болатынмын. Жаздық шоппер. Қазір осы шопперді жиі киіп жүрмін. Маған өте қатты ұнайды. Жалпы мына жеріне магнитик тігемін деп ойлап жүрмін. Себебі жалпы былай ұстасаң да ештеңе емес, бірақ все-таки магнитик қойған дұрыс сияқты. Бұл менің бірінші жаздық сумкам, шопперім. Тадам! Бұл менің екінші жаздық сөмкем тоқыған. Бір жыл алдын тоқығанмын. Осы ютубтағы мастер-класс бойынша тоқыдым. Бұл жерде қолдары дайын осындай эко-кожа, қателеспесем. Бұл сумканың мастер-классына қажет болса, тоже описанияға сілтемесін тастап кетемін. Егер тапсам, себебі мен бір жыл алдын тоқыдым. Ұмытып қалдым шыны керек, қай мастер-класспен тоқығанымды. Және бұл қолдарын мен негізі қателеспесем Wildberries-тан тапсырыс бердім ой деймін, иә. Так, бұл екінші сөмке. Тадам! Бұл менің тоже алдыңғы жылы тоққан шопперім. Өзіме қатты ұнайтын шопперлердің бірі. Өзі екеу-ақ қой менде. Екіншісі, иә. Бұл тоже ютубтағы мастер-класс бойынша тоқыдым. Полиэфирді шнурдан. Жалпы не айтам, өте ыңғайлы, өте базовый, көп образдармен киіп кете берсеңіз болады. Маған өте қатты ұнайды. Кеше чемоданымнан тауып алған кезде қатты қуандым, себебі мен вообще мүлдем ұмытып кеткен бұл шопперлер, сумкалар жайлы. Және де ішінде осындай магнитигі бар. Оның біреуі түсіп қалыпты. Басқасын ауыстыру керек. В общем, өте ыңғайлы және де әдемі, стильный. Жалпы осы бар тоқылған сөмкем. Тағы бір осындай кішігірім сөмкем бар екен. Яғни бұл телефон салуға ыңғайлы өте. Және телефон ғана емес, қасына тағы да майда шүйде заттарды салуға болады. Тоже ютубтағы мастер-класс бойынша тоқығанмын. Бұл жерде магнит тігіп қойдым. Ыңғайлы, в общем. Және де іші де өте бұлай вместительный деп айтады ғой. Көп зат сыймаса да, ең керек заттар телефон, кілт, мүмкін ақша деген сияқты сыяды. Тоже көп образдармен, кез келген образдармен киіп кете беруге болады. Маған өте
түсі маған өте қатты ұнайды. Жалпы осы қыздар, мен бүкіл тоқылған бұйымдарымды көрсетіп болдым деп ойлаймын. Сіздерге видео ұнаса, видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Және де келесі влогтарда кездескенше, егер маған қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийда қалдырып кетсеңіздер болады. Мен барлығына жауап беремін. Сіздерге бір шабыт бердім деп үміттенемін. Қандай да бір бұйымды тоқуға, бәлкім тоқып жүріп, тоқыманы тастап кеткен боларсыз. Қайтадан тоқуға оралуға сізге бір шабыт бердім деп үміттенемін. Менің осындай видеолар түсірудегі мақсатым сондай. Сіздерге шабыт беру, сіздердің кері байланыстарыңыздан өзім шабыт алу деген мақсатта түсіріп жүрмін. Жалпы өзімде осылай шабытым кетіп қалған кезде, бір выгорание, тоқығым келмей қалған кездері мен осындай видеоларды көп қараймын, влогтарды көп қараймын. Сол жерде өзім сол видеоларды көргеннен кейін шынымен де бір шабыт аламын, қайтадан тоқығым келіп кетіп тұрады. Сол себепті осындай қазақша форматтағы видеоларды түсіремін деп шештім. Сол сіздерден кері байланыс күтемін. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін алғыс білдіремін, үлкен алғыс білдіремін. Және келесі влогтарда кездескенше сау болыңыздар.